Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей Жанзая. Бүгін мен сіздерге логикалық тапсырма көрсететін боламын. Бұл логикалық тапсырма бірінші, екінші сынып оқушыларына деп арналған. Бірақ та одан да жоғары балаларға көрсете берсеңіздер болады. Тіптен 20 жастағы қайынсіңіліме де осы ойынды ұсынып көрген болатынмын. Қайынсіңілім 20 минутта осыны шеше алды. Сондықтан да бұл логикалық ойын жас талғамайды десек те болады. Менің каналымнан осындай қызықты балаларды дамытушы ойындарды, тапсырмаларды жіберіп алмас үшін, баланың дамуына қатысты қызықты ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытып кетпеңіздер. Сол кезде менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрініп тұратын болады. Ендеше кеттік. Бұл ойынның шарты қандай? Замокты ашу үшін, клубты ашу үшін бізге мына жердегі кодтарды дұрыс таңдау керек. 3 түрлі код. Ал кодты қалай табамыз? Мына жерде шарттары берілген. Алдымен бүкіл шарттарды оқып шығайын. Бір сан дұрыс және өз ұяшығында тұр. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ. Екі сан дұрыс, бірақ өз ұяшықтарында тұрған жоқ. Барлық сан қате. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында емес. Егер сіз өзіңіз ойланып шешем деген болсаңыз, дәл осы жерден паузаға қойып, шешіп алсаңыз болады. Ал мен әрі қарай жалғастыра беретін боламын. Ең бірінші, осы жердегі шешу үшін барлық сан қате деген бірінші қолдау, подсказка дейміз. Соған мән береміз. Барлық сан қате деп тұр, яғни 7, 3, 8. 7, 3, 8. Қалған ұяшықтардан осы сандарды іздеп шығамыз. Да, сызып тастаймыз. Мінеке барлығын сызып тастадым. Бізде бұл жерде барлық сан қате. Енді соңғы ұяшықты қарасақ, бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында емес дейді. Яғни біздегі дұрыс сан ол 0 болды, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ. Яғни 0 саны мына клубты ашу үшін 3-ші ұяшықта тұрмайды екен. Бұл біздің бірінші тапқан жауабымыз. Енді келесі кеттік. Қалғанда барлығында үшеуінде де 6 бар екен. 6 дұрыс сан ба, соны анықтап алайық. Енді қараңыз. Бір сан дұрыс және өз ұяшығында тұр. 6 мен 2-інің біреу дұрыс және ол өз ұяшығында тұр екен. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ. Енді қараңыз. Бір сан дұрыс дейді. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ. Өз ұяшығында тұр дейді. 6 бізде екеуінде де бірінші ұяшықта тұр. Демек, бұл логикаға сыймайды. Біріншісінде айтып тұр, өз ұяшығында тұр. Екіншісінде өз ұяшығында тұрған жоқ. Яғни біздегі дұрыс емес. Ол дұрыс сан бізде 2 болып қалады. 6 бізде дұрыс емес санға жатады екен. 6-ны да сызып тастаймыз. Енді бізде біріншісінде 2 ғана қалды. Өз ұяшығында тұр. Яғни бізде 3-ші болып 2 тұрады екен. Енді кеттік. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ дейді. Келесінде айтады, 2 сан дұрыс, бірақ өз ұяшықтарында тұрған жоқ. Бізде 0 және 2. Осыған тоқталайық. 2 бізде 3-ші ұяшықта екен таптық. 0 бізде 2-ші ұяшықта тұрмайды екен. Айтып тұр, өз ұяшықтарында тұрған жоқ. Және де 3-ші ұяшықта тұрмайды. Демек, ол бізде 1-ші ұяшықта қалады. Ендеше кеттік. Енді бізде мынаны шешіп тастадық. Бұны шештік, мынаны шештік, мынаны шештік, мынаны шештік. Енді бізде соңғы санды анықтау ғана қалды. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ. 1 мен 4-тің қайсысы екенін анықтауымыз керек болады. Бір сан дұрыс, бірақ өз ұяшығында тұрған жоқ. Оны қалай анықтаймыз? Мына жерде қарасаңыз, 1 бізде 2-ші ұяшықта тұр. Демек, бұл жерде өз ұяшығында тұрған жоқ болса, 1 бізде бұл вариантқа сәйкес келмейді. Бізде дұрыс вариант 4 қалады. Сонда мына клубты ашу үшін біздегі құпия кодымыз ол 0, 4, 42, 0, 42 саны екен.
Мінекей осымен біздің логикалық тапсырмамыздың шешімі анықталды. Егер де дұрыс шешсеңіздер жарайсыздар. Ал осындай логикалық тапсырма ұнаса лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Каналыма жазылмасаңыз жазылып қойыңыздар. Және де келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.